Аузубиллахи бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді, жаратушы жаббар хақ Аллах Тағаланың атымен бастаймыз. Бүкіл мақтаулар мен мадақтар тек қана Аллах Тағалаға болсын. Және де адамзаттың асыл тәжі болған, Алланың сүйіктісі болған пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға Аллах Тағаланың ізгі салауаты мен сәлемі болсын. Біздің арнамызға келіп түскен кейбір сұрақтарға жауап. Сұрақ: аяқ киіммен намаз оқуға болады ма? Керемет сұрақ қойған. Жалпы мынау қыс мезгілі келе жатыр, күн суық болып келе жатыр. Қандай да бір адамдар жолда келе жатады, көлігін тоқтатып жолдың шетіне намаз оқыған сәтте жер су болып жатса, немесе қандай да бір жағдайда қиыншылық туғызып жатса деген мақсатта қойылған екен. Жалпы ислам діні тазалыққа негізделген дін. Тазалық ол дініміздің ең басты қағидаларының бірі. Мұсылманның ең абзал құлшылығы осы тұрғыда намаз екендігі баршамызға аян. Ал енді Құран-ы Кәрімде Аллах Тағала киіміңді тазала дейді. Яғни киімді әр адам өзі таза ұстауы керек. Яғни намаз оқушы адамның киімі, денесі және намаз оқитын орны таза болуы ол шарт болып табылады. Ал енді сұрағымызға жауап ретінде келетін болсақ, онда мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның керемет бір хадисімен жауап берсек. Анас ибн Маликтен, Аллах ол кісіге разы болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан аяқ киіммен намаз оқитын бай еді деп сұрайды. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жайлы сұрап жатыр. Деп сұралғанда иә деп жауап берген. Демек, аяқ киіммен намаз оқуға болады. Алайда аяқ киім нәжастан, түрлі жат заттардан таза болуы шарт. Енді қорыта айтқанда, құрметті де қадірлі мұсылман мұхтарам жамағат, аяқ киіммен намаз оқуға рұқсат етіледі. Бірақ басты шарты аяқ киімде нәжас, яғни намазға жарамайтын нәрселер болмауы керек. Нәжас тиген жағдайда оны тазалап намаз оқи беруге болады. Яғни оны аяқ киімді сумен, топырақпен, басқа нәрсемен толықтай тазалап, одан кейін ол аяқ киіммен намаз оқуға болады. Бірақ мешітте немесе үйде жеңілдік жағдайда аяқ киімді шешіп оқыған абзал. Ал жолда, көлікте аяқ киіммен оқи беруге болады. Аллах Тағала құлшылық ғибадаттарымызды қабыл етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.